Бүгінгі сабақ есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері 145-ші сабақ. Үштір тамаммен шығарылған есептерді санды өрнек және теңдеу түрінде тиімді тәсілмен шығарасың. Санды көбейтіндіге қалай бөлуге болатынын есіңе түсір дейді. Бірінші есепте 20 бөлу 5-ті 2-ге көбейтсек 10, және 20-ны 5-ке де бөлсек, және 20-ны 2-ке бөлсек те 10 шығады. Одан кейін 20-ны бөлгіштердің орындарын ауыстырғанмен бөліндінің ауыстыру арқылы да шығаруға болады. Мысалы 20-ны бірінші 2-ге, одан кейін 20-ны 5-ке бөлу арқылы да шығаруға болады. Әртүрлі тәсілмен есепте дейді. Жақсы, біріншісінен бастаймыз. Біріншісінде 225 бөлу 3 көбейту 5. Біз оны былай есептесек болады. 225 бөлемін 15-ке деп. Сонда бізде 15 шығады. Келесі 9120-ны бірінші бөлемін 5-ке, одан кейін бөлемін 3-ке деп те есептесек болады. Сонда бізде 608 шығады. 608. Келесі 210-ды бөлемін 7-ге, одан кейін 3-ке деп есептеуге болады. Бұда бізде шығады 10 шығады. Келесі 900-ді бөлемін бірінші 5-ке, одан кейін 9-ға. Сонда бізде жауабы шығады 20. Келесі 18006-ны бөлемін 3-ке, одан кейін бөлемін 2-ге. Сонда 3001 шығады. Келесі 80 000-ді бөлемін 8-ге, одан кейін бөлемін 5-ке. Сонда бізде 2000 шығады екен. Келесі бөлгішті бір таңбалы екі санның көбейтіндісіне ауыстырып бөлуді орында дейді. Жақсы, жалпы 360 бөлу 36 бөлу 2. Сонда бізде 5 шығады. Келесі 2100 бөлу 7 бөлу 6. Тең болады бізде 50. Келесі 189 бөлу 7 бөлу 3. Бізде шығады 9. 315 бөлу 7 бөлу 5. Сонда бізде шығады 9. Келесі 720 бөлу 9 бөлу 5. Бізде шығу керек 16. 432 бөлем 9 бөлем 8. 6 шығады. Келесі тапсырма. Амалдардың қай қасиеті тиімді деп есептеуге тиімді. Бұны былай есептеуге болады. 190 көбейтем 5 көбейту 2 деп. Сонда мына жерде 10 шығады. 190-ға 10-ды көбейтсек 1900 болады. Келесі 630 көбейтемін 5 көбейтемін 4 деп шығаруға болады. Мына 5 көбейту 4 бізде 20 болады. 630-ды 20-ға көбейтетін болсақ 12600. Келесі бұл да дәл сондай 639-ды 4 көбейту 5 деп жазуға болады. Және бұл жерден шығады 12780. Келесі 7250-ді көбейтуге болады 2 көбейту 5 деп. Сонда бізде 72500 шығады. Келесі 332 көбейту 4 көбейту 5 деп шығаруға болады. Сонда бізде шығады 6640. Одан кейін 96 көбейту 200 көбейту 5 деуге де болады. Сонда бізде шығады 96 көбейту 200 көбейту 5 деген кезде 96 000 шығады. Келесі 103 көбейту 50 көбейту 4 десек, бізде жауабы 20600 болады. Келесі 625 көбейту 200 көбейту 5 десек, бізде 625 000 шығады. Бір кітапта 60 бет, екіншісінде 96 бет. Егер күніне 6 бет оқитын болатын болса, онда осы екі кітапта неше күнде оқып бітуге болады. Бұны былай шығарамыз. 60 қосамын 96 тең 156 бет. Яғни екі кітапта. Енді біздерге айтады. Осыны біз 6 беттен оқитын болсақ дейді. Демек 156-ны 6 бетке бөлеміз. Сонда бізде 26 күні шығады. Мектепті жөндеу жұмысына бірде құтыдағы 90 кг ақ және 180 кг көк сыр әкелінді. Ақ сырдан 18 құты, қанша құты көк сыр сатып алынды. Бірінші тәсілі мынау, екінші тәсілі мынау. Сонымен қатар теңдеу құрды. Теңдеуді шығарамыз. 180 бөлемін x-қа тең 90 бөлемін 18-ге. 180 бөлемін x деп.
мынаны біз 5 дейтін болсақ, x тең 180-ді бөлемін 5-ке. Сонда x-іміз тең 36 шығады екен. Келесі есеп. Болашақ ғарышкерлерді дайындауға арналған жүгіру жолының біразы тең 3 бөлікке бөлінді. Осыдан кейін қалған жолдың ұзындығы 235 метр болды. Егер жүгіру жалпы ұзындығы 520 болса, 3 бөліктің әрқайсысында қаншадан дейді. Жаңағы 3 бөлік және оған 235-ті қосқан кезде барлығы 520 жол. Енді біз бұл жерден 3x тауып алайық. 3x тең 520-дан азайтамын 235-ті. 3x тең болады 285, сонда x-іміз тең болады 285 бөлу 3. X-іміз тең болады 95 метрден келеді әрқайсысы. Келесі теңдеу бойынша есеп құрастыр. Жалпы 5 жұмысшыға 506 мың теңге төлену керек болатын. 506 мың теңге бөлінген. Олар өзара бөліскеннен кейін 65 мың теңге қалды. Жаңағы 5 жұмысшыға қанша ақша төленді деуге болады. Мысалы 506 мың азайтам 5x тең 65 мың болатын болса, біз 5x деп 506 мыңнан 65 мыңды азайтамыз. Сонда 5x-іміз тең болады 500. Сонда бізде 441 мың болады. Сонда x-іміз табу үшін 441 мыңды бөлуіміз керек 5-ке. X-іміз тең болады 88.200 теңге. Келесі. Айна ғарыш туралы суреттер конкурсына дайындалып жатыр. Ол кеңсе тауарларын дүкенде барып бағаларына қарай заттар сатып алды. Енді 2 бояу жинағы 392-ні 2-ге көбейтеміз. 3 қылқалам жинағы 3-ті 490-ға көбейтеміз. Және 4 палитраның жалпы құны қанша? 4 көбейту 294. Бұның жалпы құны бізде болады 4030 теңге. Міне 392-ге көбейтетін болсақ 784 шығады. 3-ті 490-ға көбейтетін болсақ 1670 шығады. 4-ті 294-ге көбейтетін болсақ 1576 шығады. Ал егер барлығын қосатын болсақ 4030 шығады екен. Келесі. 2 бояу жинағы 2 көбейтемін 392 теңге бояу жинағы қосамын. Қараңдар 3 қылқалам жинағының құны 3 қылқалам жинағы 3-ті көбейтемін 490-ға. Бұның құны 2 палитрадан қаншаға қымбат? Азайтамын 2 көбейтілген 294. Біріншісінен мына жақшаның ішінде бізде шығады 2454. Енді одан азайтамын 2-ге 294-ті көбейтетін болсам 588. Жауабы бізде 1866 теңгеге қымбат екен. Бір қылқалам жинағының құны 5 бояу жинағынан неше есе арзан дейді. 5 бояу жинағынан бір қылқаламның бағасы қаншаға арзан? 1470-ге арзан. Мына екеуін көбейтетін болсақ 1960 болады. 1960-тан 490-ды азайтатын болсақ 1470. Бір ауылдан 2 жолаушы бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 100 метр минутпен, екіншісі жылдамдық 60 минутқа кейін бірінші жолаушы 600 метрге озып кетті. Екінші жолаушы қандай жылдамдықпен жүрген? Бұда біз 100 пен 60-ты көбейтеміз. 100 пен 60-ты көбейтеміз. 600 метр. Одан кейін 6000-ға 600-ді қосамыз. 6600 метр. Бұл екінші рет өткенде. Енді 6600-ді 100-ге бөлеміз. 66. Неге 100-ге көбейтіп 100-ге бөлдік? Өйткені біз метрді километрге, километрді метрге айналдырдық. Сонда бізде 66 метр минут. Ой жұмбақты шеште сандар жазылуы тиіс. Енді кез келген 4 санның қосындысы 26-ға тең. Қараңыздар, 9 жазамыз мұнда. Мұнда 11, 1, 2, 12. Одан кейін 6, 10, 5, 3, 8 және 4, 7. Бұлай алып қарасаңда 26, бұлай алып қарасаңда 26 және бұлай алып қарасаңда 26. Барлық жағынан 26 шығады. Мына соңғы есепте тек қана жауабын жаздым. 25-ті 10-ға көбейтеміз 1250 өзенге дейінгі қашықтығы, 100-ді 10-ға көбейтеміз 1000 арман өткен жолы және айырмашылығын табамыз 250 метр қалды. Осымен сабақ аяқталды. Тіркелуді ұмытпаймыз. Үй жұмысы сонымен аяқталды.